Қазақтың қанышы жайлы 15 қызықты дерек. Қаныш Сәтбаев балуан түрлі тастар бар тауларды, дархан даланы жақсы көрген. Ол кішкентайынан тау тастардан, қыраттардан, әр түрлі түске боялған тастарды жинаған. Қазақ ғылымына өлшеусіз үлес қосқан. Қазақстан геологтар ғылыми мектебінің негізін қалаған. Геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының ұйымдастырушыларының бірі, әрі тұңғыш президенті, академик Қаныш Имантайұлының өмірі мен ғалым жайлы тың деректерді оқырман назарына ұсынамын. Осы орайда National Digital порталы ұсынған 15 қызықты деректерді жинақтап ұсынуды жөн санадым. Ғұлама ғалымның шын есімі Ғабдулғани. Арабшадан аударғанда шексіз байлық иесі, ешкімге мұқтажсыз Алланың құлы деген мағынаны береді. Ғани, Қаныш еркелете келе Қанышқа айналған. Академик Қаныш Сәтбаевтың ең ірі жобасы Ертіс Қарағанды каналы. Сәтбаев 1958-59 жылдары өзі кәміл сенген істі Ертіс суын Сарыарқа жолына көтеру жобасын екінші мәрте қозғап, кешенді істің кеңес өкіметінің 7 жылдық жоспарына енуіне мұрындық болған. Бірақ жобаның құрылысы 1961 жылы басталып, 1967 жылы желтоқсан айында бірінші кезегі аяқталып, Ертіс суы Екібастұзды жанамалай 475 метр өрдегі Қарағанды мен Теміртау қалаларына жетті. Содан берде орталық Қазақстан алқабы ең суға шаш етектен кенеді. Осы жұмыстың барысында жанқиярлық еңбегін сарп еткен қазақтың қанышы болатын. Қаныш Сәтбаев өнердің сан саласында озық болған, музыка тыңдағанды ұнатқан, биді қадірлейтін. Археолог ғалым Әлкей Марғұланның айтуынша, Қаныш Сәтбаев полька, мазурка, вальс билерін билеуге қызыққан. Қаныш Имантайұлы алғашқы қазақ мектептеріне арналып, ана тілінде жазылған алгебра оқулығының авторы. 1947 жылы наурызда Қаныш Сәтбаев КСР жоғары советінің делегациясы құрамында Англияға барған. Сапар барысында қазақ ғалымын алғаш көрген Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчилль зор денелі Қаныш ағаға тесірейе қарап, қазақтардың бәрі сіздей алып па деп сұраса керек. Сонда Қанеке, о не дегеніңіз Черчилль мырза, олай емес, мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентаймын, ал халқым менен де биік деп жауап беріпті. Әйгілі Жыржыс қажы 1919 жылы қажылық сапарға аттанады. Қасиетті сапарында бабалар рухына тағзым етіп, Мекке, Медине қалаларында болады. Қажылық сапарында атақты Қаныш Сәтбаевтың әкесі Имантаймен кездеседі. Кейін Қаныштың әкесі Имантай Жыржыстың мешіт үйінде болып, сонда қайтыс болған. Қаныш Сәтбаев ағамыз қазақ археологиясының бәйтерегі, ғалым Әлкей Марғұланды қуғын-сүргін азабынан құтқарып, Алматыдағы КСР ғылым академиясының филиалына жұмысқа алады. Сондай-ақ Сәтбаев болған археологиямен айналысуға кеңес береді. Ғұлама ғалым академик Қаныш әкесі Имантайдың кіші жарынан туған. Бәйбішесі Нұрым Тасболатқызымен ширек ғасырға жуық тату-тәтті отасқанымен орталарында бала болмапты. Нұрым бір қыз туған екен, оның өзінде жастай шетінеп кетіпті. Бір қызығы, Имантайдың бәйбішесі күйеуінің төсек жаңғыртуына қарсы болмай, кіші жарды өзі таңдап берген. Бәйбішенің таңдауы 30-дан асқан Алимаға түскен. Алима әйгілі Мұса Шорман әулетінің келіні болған, жасынан жесір қалған. Қазақтың тау тұлғалы алыптары Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов дос болған. Ұлы жазушы мен ұлық ғалым Семейдегі семинарияда бірге оқыған. Қаныш Имантайұлының көзін көрген Сіләмхан ақсақалдың айтуына қарағанда, екеуі бір жатақханада, бір пәтерде тұрған. Қаныш Сәтбаев балуан түрлі тастар бар тауларды, дархан даланы жақсы көрген. Ол кішкентайынан тау тастардан, қыраттардан, әр түрлі түске боялған тастарды жинаған. Қаныш айтқан екен, Қазақстандағы ғылым дұрыс жолмен дамуы үшін оның штабында, ғылым академиясында халқының өз отанының мүдделеріне бар жан тәнімен берілген адамдар қызмет ету керек деп. Қаныш Имантайұлы домбырамен гитарада тамаша ойнаған, қазақ және украин әндерін орындауды ұнатқан.
Қаныш Сәтпаевтың орындауындағы әуендерді тұңғыш рет тыңдаған белгілі музыкатанушы, фольклорист Александр Затеевич Қаныштың орындауындағы 25 қазақ әнін жазып алған. Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жерасты қазба байлықтарының картасын жасаған кезде Қаныш Сәтпаев 4-5 ірі кенішті картаға кіргізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына, ондағы рудалар өте тереңде, қаржыны да, техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр ашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып қалдым, кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Ұлыбританияның премьер-министрі Антони Иден Кеңес одағында Қаныш Сәтпаев сынды әлемдік тұлғаның туғандығы ғажап құбылыс деген. Қаныш Сәтпаев жастайынан этнографияға қызыққан, бала кезінен әртүрлі жер-су атауы туралы аңыз әңгімелерді тыңдап өседі. Ер жеткен соң геология ғылымы саласына қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. Дегенмен өзінің топонимикаға деген қызығушылығын да жоғалтқан емес. Кейіннен мұның оған зор пайдасы тиеді. Қаныш атамыз жайлы қызықты деректер бұнымен бітпек емес. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылып лайк басыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер.